Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам қасиетті нұрының анасына өтуі. Пайғамбарымыздың қасиетті нұры анасына өткен кезде жан-жануарлар бір-біріне. Әлемдердің мырзасының дүниеге келетін уақыты жақындады. Ол жер бетінің басшысы, заманының күні деп сүйіншіледі. Сол түні Қағбадағы барлық бұттар құлайды. Ол кезде Меккеде жұт болатын, жылдар бойы жаңбыр жаумаған болатын, ағаштарда көгерген жапырақ та жоқ еді. Адамдар қиналып, не істерлерін білмейтін жағдайға жетеді. Пайғамбарымыздың қасиетті нұры Хазіреті Абдуллахтан Аминаға өткеннен кейін мол жаңбыр жауады. Сол жылы көп өнім жиналып, ол жылы молшылық жылы деп аталып кетеді. Амина анамыз жүкті болған кезінде күйеуі Абдуллах сауда жасауға Шамға кетеді. Қайтар жолында ауырып Мәдинаға барғаннан кейін нағашыларының қасында қайтыс болады. Бұл хабар Меккеге жеткен кезде бүкіл қала халқы қатты қайғырады. Сахаба Абдуллах ибн Аббас радиаллаху анху былай дейді: Пайғамбарымыздың әкесі Абдуллах баласы дүниеге келместен қайтыс болғанда, періштелер: «Ей, Раббымыз, Расулың жетім қалды», дейді. Аллаху Тағала: «Оның қорғаушысы да, көмекшісі де менмін», деген. Ассаламу алейкум, құрметті мұсылман бауырлар. Осы ақпараттардың таралуына қосқан үлестеріңіз ретінде видеоға пікірлер жазып, лүпіл басып, WhatsApp желілерінде бөлісулеріңізді сұраймыз. Аллаху Тағала барлық ізгі амалдарымызды қабыл етсін. Біздің арнамыздың сіздерге аз да болса пайдасы тиеді деген үміттеміз.